Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай өте биік, өте нәзік, өте дәмді болып шығатын бисквитті рулет жасайтын боламын. Бұл бисквиттің ерекшелігі, мен жұмыртқаны ағынан сарысына ажыратпаймын, екеуін бірге миксерлейтін боламыз. Онымен де осындай өте нәзік бисквит шығады. Осы видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бізге 6 жұмыртқа, 10 сұйық қант және рыхлитель ғана керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұз салып, миксеріміздің А жылдамдығынан жоғарылата миксерлейтін боламыз. Қантымызды осылай 3 бөлікке салып миксерлейміз. Мұны бізде осындай 3 есеге ұлғайған масса шығады. Венчигімізден аққан өз ізін 3 секундқа дейін қалдыру керек. Мұны сонда массамыз дайын болады. Енді сұйық майымызды құйып, кішкене ғана миксерлейміз. Енді ұнымызды ұн елегішке салып, рыхлителімізді салып, осылай електен өткізіп аламыз. Осындай силиконды лопатканың көмегімен астынан жоғары қарай ұнымызды осылай араластырамыз. Бізде осындай масса шығады. Енді противенімізге құйып аламыз да массамызды тегістеп шығамыз. Менде осындай многоразовый пергамент. Сондықтан сіздер де ең жақсысын алыңыздар. Мұны мен 200 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Қызарғанша мұны менде осындай рулет шықты. Енді рулетімді осындай орамалға орап, шетке қойып қоямын. Енді кремді жасайтын боламын. Кремді мен осылай ситаға салып, керек емес суын алып тастадым. Мұны менде осындай 500 грамм сметанаға осылай 100 грамм сахарный пудраны қосып араластырып алдым. Енді кремді осы бисквитімнің бетіне толықтай жағып шығамын бір келкі қып. Кішкене ғана крем алып қаламын бетіне жағу үшін. Мұны барлығын осылай жағып алдым. Енді жайлап орайтын боламын бисквитімді. Өте керемет бисквит шықты. Екі жағын осылай кесіп тастаймын. Мұны қалған кремді жағып, үйде қалған печеньені блендермен езіп, бетіне сеуіп шықтым. Бетіне осындай малинаның мармеладын қойып шықтым. Сәндеу үшін сіздер кез келген затпен сәндесеңіздер болады. Мұны осындай күшті рулет шықты менде. Қараңыздар, өте жұмсақ кесіледі. Өте керемет рулет шығады. Достар, жасап көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.